Достар, сіздер Shadow Fight ойынды түсіріп едім. Көп подписчик және де просмотр және де комментарий болды. Достар, давайте 20 подписчик қылып тастайық, достар. Ал енді міне сіздер үшін екінші бөлімін шығарып тұрық сол Shadow Fight. Ал осы видеома бағалап лайк басып кетіңдер, давайте. Сәлем достар, сіздермен бірге Ареке. Достар, біз бүгін Ченнің оқиғасы екінші бөлімін шығарайын деп отыр. Ура! Достар, Ченнің оқиғасына көп адам жиналды, так что екінші бөлімін шығарып жатыр. Міне мынау Чен мысалы. Ал енді кеттік, достар. Арна тіркеліп, смело тіркелінді, ал біз кеттік, достар. Ченді өйстіп, жекпе-жекке шақырады екен. Ол қобалжығасы амал жоқ, так что ол қатысады. Ол дуэльге шыққысы келгеннен оны өзі Қайрат деген адам Ченді жекпе-жекке шақырды. Қайрат деген адам мықты екен, ол өте мықты екен. Чен оған қарамастан жекпе-жекке шығам деп жауап берді. Чен сөйтіп дайындалып, теуіп, грушасын теуіп, оның грушасы ескі баяғы Құттай кезінде папасы сыйлаған грушамен ұрып дайындалып жатыр. Мен Қайратты ұтамын, ол мықты болса да маған бәрібір, дейді Чен. Ал Қайрат болса оған хат жібереді. Мінекей. Оған хат жібергесін Қайрат оған хат жібереді. Хатты оқиды екен. Сөйтіп хатты оқығаннан кейін Чен, ұтылуға дайындал. Сен менен әрқашанда ұтыласың. Так что менен шықпай-ақ қойыңды сұрайым. Лучше ұтыла сал. Жоқ, мен жеңілмеймін, деп айтты Қайратқа. Бір келесі арада бір ай өтті. Ол дайындала береді. Сөйтіп терін төгіп ол тағы бір жекпе-жекке шығады. Оның аты Нинзя деп тұр, бірақ ол Қайрат екен. Күші көп, мықтырақ төлеседі екен. Жекпе-жек басталды. Бастайық. Мә саған. Маған құтырма. Қайрат, мен сені әрқашанда жеңем, сен мықты төлеспейсің. Сен аямаймын. Чен. Қайрат, сен бірінші тіліңе қарап сөйле. Сөйлемесемші. Сенің ударларыңнан мен шаршадым. Құттай кезіңде сен менің баяғыдан бері сен маған ұнамайсың. Маған бәрібір, сен де маған ұнамайсың. Сөйтіп, екеу көп ұзақ төлеседі. И потом Чен ұттады. Әлі Чен де таяқ жеп, бірақ Чен ұтты! Нинзя одан жынданып қатты ашуланады. Сен көп дайындалған сияқтысың ғой. Чен, мені әрең дегенде ұтып жатырсың. Әншейінде ұтылатын едің. Что-то ұтып атсың ғой. Белім-ай! Қайрат, сен білесің бе мен белімді ауыртқаныңды? Маған бәрібір, сен менің қанымды іштің. Қайрат, сен қан ішерсің. Бетіңе айтайын. Сен баяғыдан бері маған ұнамайсың, Чен. Сен де ұнамайсың. Төлеске шығып баратыр. Мен сені жынданып, менің қарындасымды ұрып, соққаныңа қалай? Енді көрсетем мен саған, мә саған, деп Чен ұтты. Сөйтіп ол қобалжып, Қайрат төлеспей қалды. Бұл жеңіске Чен Қайрат деген бала тағы бір братишкасын жіберді. Ченмен қырыл деп. Братишкасы одан қорқып Ченмен жекпе-жекке шақырады. Мінекей. Кешіріңіздер. И потом
екеу төбелеске шықты. Барлық адамдар негізінде теңге вальтитіп отса, көбісі обезьяна деген Қайраттың братишкасына, көбісі, в общем, Қайраттың братишкасына валит етіп жатыр. Ал ешкім теңге валит етіп жатырған жоқ, себебі оның мекені емес. Мә саған, сені білемін, Қайрат жіберді. Басқа не болады? Қайрат жеңсе маған бәрібір. Сен мә саған. Мә. Сөйтіп ол екеу қырылады, итен ұтты. Сен Қайрат братишкасың. Сен Қайраттан да мықты төбелеседі екенсің. Маған өйтіп айтпа, ол менің братаным. Маған бәрібір кімнің братаны болса да. Мен егер ұтсам, сендер барлықтарың маған бағынасыңдар. Және де менің айтқаным болады. Түсіндіңдер ма? Армандапсың сен. Арманыма жетемін. Сен әлде де менің құлым боласың. Қайтейік, көрейік. Көкесін таныттым мен саған. Қайрат маған не дер екен, мені ұрамы екен, білмеймін. Сөйтіп Қайрат барлығын ұтып, өзінің тренировкасына қайттан келді. Ол уже 2 жекпе-жекке шыққан екен. Сол үшін теңге валиткілеріңіз келсе, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліңдер. Егер кімнің теңнің ісі дұрыс болса, арнаға тіркелің осы Арекеге. Мен бәрін ол барлығын жеңеді екен. Сөйтіп барлығын жеңіп, көп дайындалып, грушасын ұрып, ақыры оны жыртып тастайды. Сосын ол қуанып, мен енді чемпионмын. Егер мен қарындасын қайтарып, барлық адам маған бағынса, мен осы барлық адамдарға қадағалап, мен оларды қараймын. Мен жаман адам болмаймын, жаман хан болмаймын. Осы Бранзей қаласын мен ұстайтын болам. Егер Бранзей қаласына құтырса, мен шығамын, адамдармен де шығамын. Осылай достар, біздің теңнің оқиғасы бітті. Егер сізге ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазыңдар. Рахмет достар, менің видеомды қарап жүргендерге. Ал хейтерлер, сендерге айтып кетейін, менің хейтерім болмай қойыңдар, менің подписчигім болың. Хейтерлер, мен сендерге тағы бір мүмкіндік берем кешіруге. Енді гары хейтерлер, мен сені кешірмеймін сендерді. Так что достар, менің подписчиктерім өте қатты рахмет. Өте қатты рахмет. Мен сендер менің арнама келіп жатырғандар рахмет. Сіздермен бірге болған Ареке, қош сау.